9-шы есеп. Барлық екі таңбалы сандардың қосындысын табыңыз. Яғни 10-нан 99-ға дейінгі сандардың қосындысын табуымыз керек. Арифметикалық прогрессия есебіне келеді екен, иә? Ендіше қосындысының формуласы s тең 2a1 қосу n-1 көбейту t бөлінген 2 көбейту n. Бұл жердегі a1 бірінші мүшесі 10-ға тең, n яғни 10 мен 99 арасындағы сандар саны неше екені, d бізде айырымы 1-ге тең. Бірінші біз 10 мен 99 арасында қанша сан бар екенін табуымыз қажет. Ол үшін an тең a1 қосу шашқан ішінде n-1 d деген формуланы пайдаланамыз. Енді орнына қойсақ, an бізде 99-ға тең, a1-ымыз 10-ға тең, n-1 d-міз 1-ге тең. 99-дан 10 айтсақ 89 тең n-1, n тең 90-ға тең. Енді осы 90-ды жоғарыдағы n-нің орнына қойсақ, 2 көбейту 10 қосу 90 азайту 89 бөлу 2 көбейту 90. 90-ды 2-ге қысқартсақ 45, сонда 20 қосу 89 көбейту 45. 20 қосу 89 тең 109, 109 45-ге көтсек 4905. А жауабы екен.